Физика саласының Нобель иегері Ричард Фейнманның мынадай сөзі бар. Ойдан шығарылған болжамдарға арқа сүйеп өмір сүргенше дейді, ештеңе білмей өмір сүрген артық дейді. Бүгінде дін нәсілдік кемсітудің, араздық пен кикілжіңнің, соғыс пен даудың есебіне айналып отыр. Бастапқыда дін ақша мен империя сияқты адамдарды біріктіруге қызмет еткен. Қоғам өскен сайын әлсіздене түседі. Себебі халық қиялға байланғандықтан әлсіз келеді. Діни уағыздар адамның ішінен шықпайды, жоғарыдан абсолютті биліктен келеді деп үйретіп келе жатыр. Ал бұл ешкімге күмән тудырмау үшін және сынға ұшырамау үшін ең жақсы әдіс. Дін дегеніміз не? Дін дегеніміз құдіретті, адами өреден жоғары, тәртіпке сенуге негізделген нормалар мен құндылықтар жүйесі және адамзат келісімімен, қалаумен жасалмайтын жүйе. Дін болу үшін дейді, екі өлшем болу керек дейді. Біріншісі барша үшін ақиқат, екіншісі ақиқат және адамнан жоғары тұру керек. Екіншісі өзінің ақиқатын әрбір адамға жеткізу керек дейді. Әлемдегі христиандық болсын, мұсылмандық, буддалық нанымдар осы екі өлшемді ұштастыра білді. Біріншісі әмбебап, екіншісі миссионерлік. Соның нәтижесінде адамдар діндердің барлығы осындай деп ойлауға бейім тұрады. Ал бұл діндер жай ғана ежелгі жергілікті нанымдардан өріп шыққан. Ал ертедегі адамдар не? Тек жергілікті құдайлар ғана сыйынатын. Ал олар соны таратуға талпынған жоқ. Осы үш дін біздің дәуірімізде қатты дамыды. Бұларда ақша мен империя сияқты адамзатты біріктірудің, адамзатты басқарудың ең мықты тәсілі еді. Тарихтан белгілі, ежелгі адамдар мына дүниеде адамдар ғана емес, перілер, елешындар өмір сүретінге сенген. Яғни барлық заттарда жан болады деп ойлаған. Мысалы Ганг аралығындағы адамдар, то есть тұт ағашын кесуге болмайды, әйтпесе аруақтар ызаланып жазаға тартқызады деп сенген. Сол сияқты дүние түсініктер жергілікті сол өмірдің климатына, табиғи құбылыстарына байланысты қалыптасты. Бізде де мысалы ырымдар жетерлік ондай. Бірақ бұл ырымдар тар аяда дамыды. Тарату үшін және миссионерлер жіберген жоқ та ол ырымдарды. Сондықтан мына үш дін сияқты дамымай қалды. Яғни қазіргі біздің діндеріміздегі жын пері дегендеріміз ол анимистік дәуірде шығып қойған заттар ма? Аграрлық революциямен қатар соңғы қарағанда діни революция қатар жүрген сияқты. Неге? Себебі адамдар жануарлар мен өсімдіктермен өзіне бағындыра бастаған сәтте олармен тең дәрежеде араласа алмай қалды. Ал аграрлық революцияға дейін адамдар аңдарға тең дәрежеде қарайтын. Әңгіме мұнда емес. Әңгіме адамдардың білімі мен мәліметтер шектеулі екенінде. Малдарды қораға қамайды, қошқарды пішіреді, саулықтарын санын арттырады. Бірақ олардың сау қозытуына және өлмейтініне кепілдік бере алған жоқ. Міне, содан адамдар өзінен жоғары құдіретті іздей бастады. Жалбарыну дұға сол кезден пайда болды, құрбандық шалу деген. Альберт Эйнштейн айтады, Құдай дегеніміз адамның әлсіздігінен туған дүние дейді. Яғни Құдай адамдармен мылқау жануарлар немесе өсімдіктердің арасындағы делдал рөлін атқарған. Бұл айтқанда ежелгі мифология дегеніміздің өзі сол келісімшарт. Адамдар құдайларды мәңгілік құрметтеуді, оларға дұға жасауды, құрбандық шалуды мойнына алады. Оның орнына Құдай адамдарға, өсімдіктер мен жануарларға үстемдік етіп, билік жүргізуіне рұқсат береді. Бастапқыда миссионерлік діндер тастарға, аруақтар мен жын перілер сияқты анимистикалық нандарға тиіскен жоқ. Осы миссионерлік діндер келісімен анимистикалық нандар шегіне бастады. Себебі патшалықтарды жергілікті жердің нандары қанағаттандыра алмады. Осы қажеттіліктен политеистік, яғни грекше көп құдайлық туындады. Құнарлық құдайы, жаңбыр құдайы, соғыс құдайы сияқты адамдар сол құдайларға құрбандық шалу арқылы жаңбыр жаудырамыз, болмаса жеңіске жетеміз, болмаса денсаулық сақтаймыз деп сеніп келді. Политеизм келгенімен анимизм бір жолы жоғалып кеткен жоқ. Жындар, перілер, елестер сияқты қасиетті тастар, болмаса ағаштар сияқты нандар діндердің арасына кіріп кетті, яғни көп құдайлықтың арасына кіріп кетті. Көп құдайлар пайда болғалы адамдар мен басқа тіршілік иелерінің арасында иерархия пайда болды. Ал анимистік дәуірде адамдар мен басқа тіршілік иелерінің арасында теңдік болады.
тағы да басқа түрлері бар. Yoruba халықтарының батыс Африкадағы политеистік мифі бар. Аудумарденнен таратты деп ойлайды. Мысалы индуизм бар, атманды мойындайды деген сияқты. Атман мысалы 18 мың ғаламды әрбір тіршілік иелерін бақылайды деп сенген. Политеизмнің бір жақсы жағы бар, енді құдайлардың бар екеніне шек келтірмейді, басқа құдайлардың. Бұл дегеніміз не? Адамдарды кәпірлер немесе күпірлер деп бөліп тастаған жоқ. Сіздің айтуыңыз бойынша политеизм көп құдайлық кезеңінде сол кезде өздерінің діндерін тарату үшін миссионерлер жібермеген ба? Тіпті империяны жаулап алған кезінде де мына қол астындағы тұтқындар бар ғой, өз діндерін сендіруге тырысқан жоқ. Мысалы мысырлықтар, римдіктер, ацтектер мысалы өз дінін тарату үшін миссионерлер аттандырып, сол үшін әскер жасақтаған жоқ. Олар тек өз құдайларын сыйлауды ғана талап етті. Римдіктер тек қана бір ғана құдайды, христиан құдайын таратқан миссионерлерді мойындаған жоқ. Мойындағысы келген жоқ, себебі христиандар өзінен басқасын сыйламайтын. Сондықтан бүлдіргіш сектаны қудалауға тырысты. Тағы да физика саласының Нобель иегері Жорис Иванович Альферов мынандай сөзі бар. Мен атеистпін дейді. Менің физик болғаным оған қатысы жоқ. Физиктердің ішінде сенетіндер бар дейді. Бірақ әрине ғалымдардың ішінде атеисттер көп. Діннің негізі сенімде, ғылымның негізі білімде. Қазір дінді жақтар едім, бірақ діннен ғылымның иісі де шықпайды дейді. 16-17 ғасырларда Европаны қанға бөктірген мысалы католиктер мен протестанттарды алуға болады. Екеуі де Інжілді мойындайды, бірақ олардың пікірлері екі айырылы. Протестанттардың түсінігі бойынша Исаға сенетіндердің барлығы жұмаққа кіреді. Ал католиктер олай сенген жоқ. Исаға сенумен қана жұмаққа кіре алмайсыз дейді. Оның үшін шіркеудің жоралғыларына қатысуыңыз керек, ізгілік істер жасауыңыз керек деп түйіндейді. Осы діни дау-дамай католик протестанттар бір-бірін 100 мыңдап құруға алып келді. Мысалы 1572 жылы 23 тамызда католиктер француз протестанттарын қырып тастады, шабуыл жасаған. Оны тарихта білесіздер, Варфоломей түні деп аталынады. Осы күні 10 мың протестант көз жұмды. Уақыт өткен сайын политеизм фанатизмге айнала бастады. Себебі көп құдайлықты жойып, өз құдайын жалғыз деп санай бастайтындар көбейді. Осылай монотеистік діндер, яғни бір құдайлық дүниеге келді. Алғашқы монотеистік дін Мысырдан біздің заманымызға дейін 350 жылы Мысыр панетонның кішкентай құдайларының бірі Атонды ең жоғары құдай деп жариялап, мемлекеттік дінге айналдырып, басқа құдайларға табынуды тоқтатқызды. Содан басталған. Ал иудаизмге келетін болсақ, олар өз құдайларын тек еврей халқына ортақ, тек Израильге ғана тиісті екенін айтты да. Еврейлер миссионерліктен аулақ салып кетті бойын. Ал христиандық қадам басқа еді. Христиан дін тек еврейлер емес, барша жұрт білу керек деді. Иса туралы Інжілді барлық жерге тарату керек деп ойлады. Бірінші болып, мысалы, Рим империясын өзінің дініне сендірді. Христиандардың табысы, білесіздер, 6 ғасырда Араб түбегінде қалыптасқан ислам дініне шабыт берді. Олар Атлант мұхиты мен Үнді мұхитына жердің барлығын жаулап алды. Империялық бағындырды. Тарихқа зер салып қарасаңыз, соғыстың басым бөлігі өз дінін мойындату үшін жасалған. Миллиондаған адамның өмірін талқандаған осы дін үшін соғыстар. Тарихтан білесіздер, христиандық крест жорығы мен исламдық джихад. Басқа діндердің мойындау үшін екі нәрсе біріне ғана жол бөлу керек. Не сенің құдайың ғаламға билік жүргізуін толықтай қолына алады, немесе сенің дінің күнделікті жай әмбебап бір дін ретінде қала береді. Монотеистшілер, яғни жалғыз құдайға сенушілер басқа діндерге жек көрішпен қарады. Соңғы 2000 жылда монотеистшілер аяусыз басқа діндегілердің барлығын қырып, өздерінің дінін тарата бастады. Көрермендерімізге түсінікті болсын, политеистік дегеніміз көп құдайлық, ал монотеистік дегеніміз бір құдайлық деп аталады. Дәл өзі. Көп құдайлықтың ішінде анимизм көптеген нышаны қалып қойды ғой. Сол сияқты монотеизмнің ішінде де политеистшілер қалып қойды. Яғни көп құдайлық нышандар қалып қойды. Политеизм тек монотеистік емес, дуалистік дінде туындады. Дуализмде екі күш бар, жауыздық пен ізгілік. Бірақ екеуі екі құдай бар деп сенеді. Ғалам дегеніміз осы екі күштің текетірес аймағы деп түсіндіреді. Монотеистік көзқарасы бойынша құдай адамның адасатынын біліп тұрып, жауыздық жаратты. Солар тозаққа түсетін біліп тұрып, неге жаратты деген сұрақ туындайды ғой. Сосын діни ғұламалар сол сұраққа жауап беру үшін том-том кітаптар жазады. Ал дуалистерге жауап беру оңай болды. Неге? Себебі әлемде құдайдан басқа екіден тыс күштер бар деп сенді. Солар адамдарды адастырады деп түсінді. Дуалистер
жауыздық мәселесіне келгенде түсіндіріп бере алғанымен тәртіп мәселесіне келгенде шешіп бере алмады. Ал монотеистшілер тәртіп мәселесін шешкенмен жауыздыққа келгенде сүріне берді. Бірақ бір қорытындыға келіп тоқтады. 18 мың ғалам жаратушы біреу, жауыздықта жасайтын сол деп нүктесін қойды. Тағы да физик саласының Нобель иегері Виталий Лазаревич Гинзбургтың түйіні бар мынадай: мен ғажайыпқа қарсымын дейді. Ғажайып ғылымды жойып жібереді, эволюцияны жоққа шығарады дейді. Тарихта мұндай жорамалды ашып айтуға ешкімнің тәуекелі барған жоқ. Дуалистік дін 1000 жылдай өмір сүрді. Біртіндеп зороастризмге айналып кетті. Дуализм нанымдары мүлдем жоқ болып кеткен жоқ. Юдаизм, христиандық немесе ислам сияқты монотеистік діндердің ішіне кіріп кетті. Христиандардың мұсылмандар мен юдаистердің айтып жүрген жауыз күш деп жүргені бар ғой, солардан мысалы алған, оны жын, шайтан деп атайды. Бұл яғни дуализмнен келген. Миллиондаған тақуа христиандық мұсылмандар мен еврейлердің құдіретті күшке де сену, мысалы өз-өзіне сабылған сайтанға да сену, осы дуализмнен қалған қалдықтар. Жаңа айтып өттім, шайтанмен күресу барысында Құдайға көмектесеміз деген желеумен христиандар мен мұсылмандар асыра сілтеген белгілі тарихта. Христиандардың креш жорығы мен мұсылмандардың жихаты оған дәлелді. Ізге Құдай патшалығы саналатын жұмақ пен оның жауызы тозақта осы дуалистік пайымнан шыққан. Осыған дейін әңгіме қылған діндердің барлығына ортақ бір ерекшелік бар. Табиғаттан тысқары тылсым тіршілік иелеріне сену. Шындығын айтсақ, діндердің тарихы тек Құдайға барып тіреле бермейді. Біздің заманымызға дейін бірінші мыңжылдықта Африкада мүлдем басқаша бағытта діни ағымдар дамыған. Үндістанда статизм, джайнизм, буддизм мысалы. Одан кейін Қытайда даоцизм, конфуций, мысалы жерорта теңізінің аймағында статизм, кинизм, эпикурлік дамыды. Ал бұл ілімдер Құдайды айналып өтті. Бұлар әлемнің қалыптасуын табиғи заңмен түсіндіріп берді. Олар адамдар мен жануарлар немесе өсімдіктермен қатар тұрып табиғат заңдарына бағынды. Әлі күнге дейін әлемде басты діндердің бірі болып саналатын буддизм осыған куә. Қазіргі діндердің көзқарасы бойынша бірінші орында Құдайды рөлге қояды. Мысалы, әлемдегі ең мықты діндерді алсақ, ал бірінші орынға адамды қоятын діндер бар ма екен? Буддизм жетекші рөл Құдайда емес, мысалы. Сиддхартха Гаутама атты адамды, ол біздің заманымызға дейін 500 жылдар шамасында Гималай қойнауында патшалықта дүниеге келген, адами бейнетін арылу үшін медитация жасайды. Сосын азап атаудың себепшісі алаң көңіл деп түйеді. Гаутама өмірді жеңілдетудің тәсілін ойлап табады. Әр нәрсені сол қалпында қабылдауды үйренсең, азапты сезімдерден жоғала береді деп. Оның ілімі Будда, яғни жарқын жан деп аталынады. Будда ілімінің жалғыз ғана заңы болады. Азаптан арылу үшін тілек тілеудің доғару керек. Тек өмірдің шындығын сол қалпында қабылдау керек деп түйеді. Буддистер мысалы құдайларға аса мән бермейді. Мысалы монотеизм, ислам, христиан болсын, бастапқы заңы не? Құдай бар, ол менен нені талап етеді. Ал буддизмнің бастапқы заңы азап бар, мен одан қалай арыламын. Енді соңғы 300 жылдықта секуляризм білесіз кезеңі келді. Діндер маңызын жоғалта бастады. Қазіргі дәуірде либерализм болмаса коммунизм, капитализм, нацизм сияқты намдар пайда болды. Бұлар енді өздерін дін деген жақтыртпайды. Олар идеология деп санайды өздерін. Бұл айтқанда коммунизмді ислам дініне бірдей деп те айтуға болады. Тек арасындағы айырмашылық тек исламда құдіретті жаратушыға сенсе, ал коммунизмде сенген жоқ. Айырмашылық осыда. Бірақ буддизмде құдайларға да бүйрегі онша бұра қойған жоқ. Сол сөйте тұра оларды дін деп атаймыз ғой. Неге ең таралған тіл дат емес ағылшын тілі? Неге әлемде 2 миллиард христиан мен 1 миллиардтан артық мұсылман бар? Алайда заратуштар саны небәрі 50 мыңнан аспайды. Ал манхейшілер мүлде жоқ. Неге римдіктер құдайларын Исаны таңдады? Әлде христиандық ілімнің несі қызықтырды? Қандай да бір мақсаттарына сәйкес келді ма? Нақты тарихи кезеңдерді жақсы білген сайын түсіну қиындай береді. Кімде мәліметтер, кімде білім аз, тарихтың басқа да мүмкіндіктерін аңғара бермейді. Басқаша болуы мүмкін емес деп жай ғана әңгімелей жөнеледі. Келе тарихта ершілеу көрінген жүйе жолы болып дамып кетеді. Мысалы 306 жылы Константин таққа отырған сәтте христиандық дін шығыстағы секталардың бірі еді. Ал Ресейдегі большевиктер кішкентай ғана радикалды партия еді. 4 жылдан кейін бүкіл елдің тізгінін қолына алды. Мысалы біздің заманымыздың 600 жыл шөлейтте көшіп жүрген арабтар көп ұзамай
Атлант мұхиты мен Үнді мұхитына дейінгі жер жаулап алды. Шындығында кішкене Византия әскері арабтардың алғашқы шабуылына тойтарыс бергенде ислам діні кішкентай бір жергілікті жердің діні ғана болып қалатын еді. Әртүрлі мәдениетте жақсылық, игілік деген әркелкі бағаланады. Ал оларды салыстырып қарайтын объективті өлшем қалыптаспаған. Тарихта әрқашан жеңімпаздар сөйлейді. Жеңімпаздар өздерінікін дұрыс санайды. Христиандардың айтуынша, мысалы, христиан дінінің маңғийлікті жеңіп шығу адамзатқа пайдалы келді. Ал христиан ілімін жақтамайтындар осымен келісемін. Мұсылмандар, мысалы, Сасанидтер империясының исламға бағынуын адамзат үшін пайдалы болды деп есептейді. Бірақ бұл тек ислам жолын ұстанғандар үшін шындық сияқты. Келесі біреулер осы екіден ұмытылып кетсе деп ойлайды. Ғалымдардың көбісі мәдениетті, соның ішінде дінді, ділге жұғатын кесел, организмге еніп кететін вирусқа балайды. Мәдениет жұқтырған адамның денесінде көбейіп, біреуден екіншісіне шығып, өз қожайын қоректеніп, кейде өлтіріп тастайды. Паразитке бір ғана нәрсе қажет. Өзін келесі біреуі жұқтырса, адамдардың басына мәдени ұғымдар дәл осылай жолмен кіреді. Әлде бір идея бұлттың ар жағындағы жағы, христиандық немесе исламдық жұмаққа, немесе жердің бетінде коммунистердің жағы, жергілікті жұмағына сену, сенің күш-жігеріңді сарп етуге немесе өміріңді қиюға итермелейді. Біздің халықтың қараңғы үңгірде қалып қойған қаламаймын. Яғни діннің уағыздарынан ара салмай, санасына барьер қойып алған қаламаймын. Осы нәрсе қылмыстылдады. Ал бұлар адамның дамуына кедергі жасайды. Біздер кез келген нәрсеге күмәнмен қарап үйренуіміз керек. Күмән ізденіске алып келеді, ізденіс сізді ақиқатқа апарады. Егер біз ғылымды таңдамасақ, ғылымды таңдаған ел бізді таңдайды. Ұйқымыздан оянатын уақыт келді деп ойлаймын. Жастар тек ғылым мен білімге күш салу керек. Карл Саган айтпақшы, сонда ғана ғылым дегеніміз қараңғыда алып жүретін шам сияқты дейді ғой. Кез келген дамып кеткен елге қараңызшы, бейбітшіл, өркениетті. Жай ғана Скандинав мемлекеттерін алып қараңыз. Адамдардың 80%-ға жуығы дінсіздер, атеисттер былай айтқанда. Бірақ олар дінсіз әлемде тыныштықты қалай орнатып отыр? Олар да керек десеңіз қылмыскерлерге дейін тұлға ретінде қарайды. Осындай адами құндылықты олар ғылым мен білімнің арқасында алып отыр, дамытып отыр. Ал кез келген дінді бірінші орынға қоятын қалыптарып қаламыз. Әлі күнге дейін соғыс, әлі күнге дейін нашаршылық тоқтаған жоқ. Иран болсын, Ирак болсын, Египет, Ливия, Сирия, Ауғанстан, Йемен. Дін дегеніміз жай ғана халықты тобыр етіп ұстап отыр құралы. Бірақ сіздер дамыған ел деп Арабияны алуыңыз мүмкін. Білесіздер ме, ол жақта көп мәселе қанмен шешіледі. Халықтың тек қана бір ғана пайызы ғана байып шалқып отыр. Қалғандары нан таппай зарлап жүр. Аш-жалаңаш. Ал техника ғылымына келетін болсақ, техника жағынан автокөлік болсын, жарық, барлығын Европадан алып отыр. Өзі ештеңе жасап шығарған жоқ. Дін мен ғылымның сорпасы миллион рет қайнаса да ешқашан араласа алмайды. Кез келген бір ғалым, мысалы, адамзатқа пайда тигізер ғылым ашса, жаңалық ашса, діни жаңағы тарап бұл дінге қайшы деп атып шығады. Болмаса бізде жазылып қойған ол деп. Білесіз бе, бізге саналы ұрпақтардың санын көбейту керек. Ал саналы ұрпақ тек ғылым мен білім бірінші орынға қоятын елдерде ғана дамиды. Вальтердің сөзімен аяқтайын. Дін дегеніміз алаяқтар мен ақымақтар кездескен күннен басталған. Рахмет.